Ақшаштың ерте пайда болуы себептері. Көпшілік ақшаштың ерте пайда болуын тек тұқым қуалаушылықпен байланыстырады. Алайда оған әсер ететін факторлар көп. Жас кезде ақшаштың пайда болуы денсаулыққа қатысты қандай проблеманың себебі болуы мүмкін? Осыны қарастырып көрелік. Темір тапшылықты анемия. Дене бойымен оттек тасымалдайтын қызыл денедегі гемоглобин мен ақуызды бөлу үшін біздің ағзамызға темір керек. Егер ол жетіспесе, темір тапшылықты анемия пайда болады. Оның негізгі белгілеріне шаршай беру, терінің бозаруы, тырнақ сынғыштығы жатады. Анемияның дамуын шашқа қатысты проблемаларды көрсетуі мүмкін. Мысалы, оның көп түсуі немесе ерте ағаруы. Сондықтан егер ерте ақшаш пайда болса, дәрігерге қаралып, анализдер тапсырып көріңіз. Ағзаға мыстың жетіспеуі. Ақшаштың ерте пайда болуы кей микроэлементтердің, соның ішінде мыстың жетіспеуінен болуы мүмкін. Ол біздің ағзамызға шаштың табиғи түсін анықтайтын, жауап беретін пигмент меланиннің түзілуі үшін қажет. Ағзада мыс жетіспеуін мына белгілерден түсінуге болады. Жиі тұмаурату, сүйектердің әлсіздігі, көрудің нашарлауы, есте сақтау мен зейін қоюдың нашар болуы. B12 дәруменінің жетіспеуі. Бұл дәруменнің негізгі ерекшелігі оның қан түзілім процесіне және эритроциттердің түзілуіне қатысуы. B12 дәрумені ақыл-ой қызметін қалыпта ұстауға және инфаркт пен инсульт пайда болу қаупін азайтуға керек. Бұл дәруменді жануар тағамдарынан алуға болады. Қызыл балық, жұмыртқа, сүтті өнімдер мен сиыр еті. Бұл дәруменнің жетіспеушілігін шаштың ерте ағаруы және терінің сарғаюы, демікпе, тері ауруларының пайда болуы білдіруі мүмкін. Қалқанша без ауруы. Ақшаштың ерте пайда болуын қалқанша без аурулары ынталандыруы мүмкін. Сондықтан егер өзіңізден ақшаштың пайда болғанын байқасаңыз, эндокринолог дәрігерге көріну артықтық етпейді. Емді уақытында бастау арқылы шаштың ерте ағаруын тоқтатып, денсаулықты реттеп алуға болады. D дәруменінің жетіспеуі. Ағзасына D дәрумені жетіспейтін адамдар көптеген жағымсыз белгілерге шалдығады. Мысалы, бұлшық еттің әлсіздігі, созылмалы аурулар, ұйқының бұзылуы, терінің құрғауы мен шаштың ерте ағаруы. D дәруменінің көп бөлігін біздің ағза күн сәулесінің әсерінен өзі қабылдайды. Сондықтан онымен көбіне күн дұрыс түспейтін жерлерде тұратын тұрғындар қиналады. Ақшаштың ерте пайда болуын және басқа да проблемалардың алдын алу үшін рационға нақты өнімдер қосу керек. Мысалы, албырт сардина, саңырауқұлақ, табиғи апельсин шырыны. Асқазан ішек жолы аурулары. Ағза күрделі жүйе болғандықтан ондағы барлық процестер бір-бірімен өзара байланысты. Сондықтан, егер ас қорытумен немесе тамақтың сіңуімен қандайда бір проблема болса, оның терісінің жағдайы нашарлайды, аузынан жағымсыз иіс шығады және терінің қышуы мүмкін. Кейде ол асқынып кетсе, шаш ерте ағарады. Барлық тыңдаушы тыңдармандарға ескерту, өздігінен емделуге болмайды. Диагнозы тек қана дәрігер анықтап, емді де дәрігер мамандар тағайындайды. Ауырмаңыз, деніңіз сау болсын.